Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сіздермен әдебиеттік оқу 2 сынып 79 сабақ. Сабақтың тақырыбы жердің сұлулығы. Балалар, бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Менімен бірге соңына дейін қарап, лайк басып, подписка кнопкасын басып қойыңыздар балалар. Ендеше, жердің сұлулығы бүгінгі сабақта өз ойыңды көркем, бейнелі сөздермен жеткізесің. Каллиграмма құрастырасын. Бірінші тапсырма, жер сөзін естігенде ойыңа не түседі? Мында бізде сурет берілген, я? Суретте сұрақ белгілері берілген. Енді топырақ, шөп, жәндіктер деп жазасыздар балалар. Екінші тапсырма, мәтінді түсініп оқы. Жердің сұлулығы. Ғарыштан жерге қарағанда қандай күй кештіңіз? Жердің өте сұлу екеніне көзім жетті. Оны бір сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ерекше таңғалдым. Тіпті ешбір суретші жердің сол әсемдігін салып бере алмас. Ғарыштан қарағанда жүрегім дүрсілдеп, бүкіл жерді құшақтағым келді. Оған алыстан, сыртынан қарап тұрғанда аңсайсың, анаңды сағынғандай сағынасың. Ғарышкерлер қайтып оралғанда жерге жата қалып топырақты сүйеді. Мен де сөйтіп, деді Тоқтар Әубәкіров, сақшы газетінен алынған. Келесі үшінші тапсырма, ғарышкерді жердің қандай келбеті таңғалдырды деп ойлайсың. Қандай сурет ұсынатыныңды айт деген, я? Ғарышкерлерді жердің әсем келбеті таңғалдырды деп ойлаймын. Төртінші тапсырма, осы сөздерді пайдаланып каллиграмма құрастырыңдар. Үлгісі көрсетілген, я, суретте балалар? Көріп тұрғандарыңыздай жайнадым, көп, гүлдер, сыйлайыншы, боялған деп берілген. Бесінші тапсырма, бізде балалар жердің сұлулығын білдіретін сөздерді ойланып, есіңе түсір делінген, я? Жасыл орман, күмістей гүл, алтындай дала, көк шалғын, жайлау. Балалар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, подписка кнопкасын басып қойыңыздар. Сіздер подписка кнопкасын басып қойсаңыздар, менің салатын сабақтарым сіздерге алғашқы болып көрінетін болады. Ендеше балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар балалар.